сәлеметсіздер ме? Біздің кулинар каналымызға қош келдіңіздер. Біз бүгін сіздермен фунчоза салатын істейтін боламыз. Ең алдымен бізге керек заттар фунчоза салатына арналған приправалар және де көкөністер. Бізге осындай дуршлаг ыдысы қажет болады, өйткені осы ыдыспен фунчозаны сүзіп алған оңайырақ. Енді осы ыдысқа 2 рулон фунчозаны салып, қатты қайнаған ыстық сумен батқанша толтырамыз. Енді оның бетін жауып 5-7 минут аралығында қалдырамыз. Енді укропты майдалап тураймыз. Енді болгар бұрышын соломка қылып тураймыз. Енді сәбізді теркадан өткіземіз. Қиярды да теркадан өткіземіз. Және де сарымсақты да. Енді осыған болгар бұрышымызды, укробымызды саламыз. Және де приправаны саламыз. Және барлығын жақсылап араластырамыз. Маған фунчозаға арналған заправканың барлығы кетті. Фунчозаның бетін ашып, оны толықтай судан сүзіп аламыз. Енді көкөністерге фунчозамыз салып араластырамыз. Фунчозаға алдын ала қыздырылған майымызды құйып араластырамыз. Және тоңазытқышқа 2 сағатқа қоямыз. Осымен біздің фунчозамыз дайын. Егер видеоны ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!